Сәлеметсіздер ме? Бізде бүгін үйренетін нәрсеміз ЭЦП ашу. Жалпы түсіндіріп өтейін, ЭЦП деген не және ол не үшін керек? ЭЦП деген сіздің жеке кілтіңіз. Ол нәрсемен сіз барлық жерге кіріп, документтеріңізді, справкаларыңызды ала аласыздар, кредитный историяларыңызды, сіз неше түрлі налогоплательщик сайтына, илинсіз сайтына, бүкіл осы Қазақстан Республикасының любой жеріне, порталына кіру үшін сізге ЭЦП керек. Қарапайым тілде айтқанда, ол сіздің кілтіңіз. Электронный кілт, оны сіз ашып, өзіңізге сақтап алсаңыз, барлық жерде керек болады. Және де оның мерзімі 1 жылға дейін жарамды. Ең бірінші біздің істейтініміз егов kz деген Қазақстан сайтына кіреміз. Осы жерден астқа қарай түссеңіздер, ЭЦП-ны қашықтан алу. Электронды цифрлық құлт. Неге? Қарасаңыз. ЭЦП-ны қашықтан алу. Бірінші осыны таңдаймыз. Неге? Онлайн сұрау. Сіз жеке тұлғасыз ба? Онда жеке тұлғамын деп жазасыз. Иініңізді енгізесіз. Осы жерде қараңыз. Сізді инсайлер қосылу орнатылды. Инсайлер дегеніміз сондай сайт, сізге оны бірінші скачать етіп алу керек. Сіз егерде ЭЦП-ны бірінші рет алып отырған болсаңыз, мен сізге тағы да сабақтарым бар, сояқты қарасаңыздар, таба аласыздар. Инсайлер обязательно орнатылу керек. Ол міндетті сіздерде. Ол осы жаққа кіру үшін сіздерге доступ береді. Екіншісі, біз мобильдік азаматтар директор қорына тіркелген. Мына жерде иногда шығады тіркелмеген деп. Ол жағдайда сіздер мына жақты басып, оператормен хабарласып, тіркеуді сұрайсыздар. Ол да менің сабақтарымда бар, кіріп қарасаңыздар болады. Енді бізде куәландыру құжатын таңдаңыз. Бізде жеке куәлік. Енді ары қарай ЭЦП алуға көшу. Енді сіз номер телефоныңызды жазасыз. Осы жерде сізге SMS код келеді. SMS кодтың келіп, оны жазуға сізге бар жоғы 3 минут беріледі. Осы уақыт аралығында сіз жазып жіберу керексіз. Неге? Мен специально камераны жауып тастағам. Өзімнің сайтым бар. Сол арқылы телефонмен өтеміз. Бізге солай выгодно болады. Егерде қандай сайт екенін білгілеріңіз келсе, описаниеде тұр, сол жақта мен копировать етіп алып, онлайн ашатын болсам да адамдарға жіберіп аша беремін. Неге мен өттім, разрешитті басамын, и бізге енді бұған орын таңдау керек. Орын таңдау үшін біз ең бірінші өзімізге папка ашып аламыз. Папка ашып алғаннан кейін қайтып барып, кілт қоймасын таңдау және тапсырыс беру. Сақтау орнында мына файлдың суретін басамыз. Осы жерден жаңағы біздің ашып қойған папкамызды тауып аламыз. Осы жерге выбор папкиді бассақ, құптау дейміз. Неге осылай шығады? Енді сертификатты жүктеп аламыз. Біз пароль қоямыз. Бізде пароль әркім өзі ұмытпайтындай, бірақ пароль обязательно латын тілінде, үлкен әріп, кіші әріп, сандар болу міндетті. Осылай сақталамыз. Неге? Сертификат сәтті орнатылды. ЭЦП кілттерін қолдануға дайын. Бітті. Неге? Енді бұны тексергіміз келсе, егов осындай сайтқа кіресі, жаңа айтқандай, ең бірінші айтымы, егов kz-ке. Вайтиді басып, ЭЦП арқылы кіреміз. Біз жаңағы өзіміздің ашқан керек ЭЦП-мызға кіріп аламыз. AOC таңдаймыз. Бізде байқап қарасаңыз, мына жақта 2 бар. 2 AOC и RSA деп. AOC деген кіретін кезде, RSA деген қол қоятын кезде керек болады. Бізге кіру үшін AOC керек. Және де өзіміз қойған пароліміз жазып кіреміз. Неге? Вот кірдік, ары қарай өзіміздің шаруаларымыз істей береміз. Ендігі
басқа да сұрақтарыңыз болса жазсаңыздар болады. Және де қандай видеолар керек бәрін лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер.